Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз етті бәліш пісіреміз. Ал бастайық. Ерітілген сары майымызға жұмыртқамызды, айранымызды қосып араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстінен ұнымызды електен өткізіп салып, үстінен разрыхлителімізді қосып, қамыр илеп бастаймыз. Қамырымыз қолға жабыспас үшін лопатканы қолдансақ болады. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамырымыз дайын болды. Бетін жауып қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Фаршымыздың үстінен ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз. Кубиктап туралған картопымызды қосамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Біреу үлкендеу, біреу кішілеу. Кішілеуін қоя тұрамыз. Үлкендеуін алып домалақ етіп жаямыз. Пешіміздің тапасына алып, қамырымызды саламыз. Қамырымыздың ортасынан салмамызды салып, әдемілеп жайып шығамыз, біркелкі етіп. Салмамыздың үстінен сары май тіліктерін салып жібереміз. Солай тәтті болып шығады. Кіші қамырымызды алып, оны да дөңгелек етіп жайып, салмамыздың үстін жабамыз. Сосын қамырымыздың барлығын шетін жабыстырамыз. Өз фантазиямызға қарай бәлішімізді әрлейміз. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Күнжіт себеміз. 150 градуста 1 сағатқа салып қоямыз. Осымен ерекше жұмсақ бәліштеріміз дайын. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын.